Сәлеметсіздер ме студенттер? Қызылорда облысы, Арал қаласы, Арал индустриалды техникалық колледжі, оқытушы Тілеумбетова Жадыра Қырғызбайқызы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы дұрыс көпжақтар. Сабақтың мақсаты дұрыс көпжақтар туралы мәліметтермен таныстыру, студенттердің теориялық білімдерін жетілдіре отырып, практика жүзінде қолдану дағдысын қалыптастыру, студенттердің ой өрісін кеңейту, пәнге қызығушылығын арттыру, жылдам ойлап тез қорытуға, жауапкершілікке, өз бетінше білім алуға баулу, ұйымшылдыққа тәрбиелеу. Дөңес көпжақтың жақтары қабырғаларының саны бірдей дұрыс көпжақтар болса, және көпжақтың әрбір төбесінен шығатын қырларының саны бірдей болса, онда оны дұрыс көпжақ деп атайды. Дұрыс көпжақтың 5 түрі бар: тетраэдр, куб, яғни гексаэдр, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр. Көпжақтардың атаулары ежелгі грек сөздерімен байланысты, яғни олардың жақтарын санын білдіреді. Айталық тетраэдр барлық қырлары тең болатын үш бұрышты пирамида. Грек тіліне аударғанда тетра 4, эдра жақ дегенді білдіреді. Яғни 4 жағы, 6 қыры, 4 төбесі бар. Куб барлық қырлары тең, тік бұрышты параллелепипед. Кубтың барлық жақтары квадраттар. Оның әрбір төбесінде 3 қыры тоғысады. Грек тіліне аударғанда гекса 6, эдра жақ дегенді білдіреді. Яғни 6 жағы, 12 қыры, 8 төбесі бар. Октаэдр жақтары дұрыс 3 бұрыштар, әрбір төбесінде 4-ден тоғысады. Окта 8, эдра жақ дегенді білдіреді. Яғни 8 жағы, 12 қыры, 6 төбесі бар. Додекаэдр барлық жақтары дұрыс 5 бұрыштар, әрбір төбесінде олар 3-ден тоғысады. Додека 12, эдра жақ дегенді білдіреді. Яғни 12 жағы, 30 қыры, 20 төбесі бар. Икосаэдр жақтары дұрыс 3 бұрыштар, оның әрбір төбесінде олар 5-ден тоғысады. Грек тіліне аударғанда икоса 20, эдра жақ дегенді білдіреді. Яғни 20 жағы, 30 қыры, 12 төбесі бар. Леонард Эйлер швед математигі. Эйлердің математика саласына көптеген ғылыми еңбектері бар. Соның бірі дұрыс көпжақтардың жақтары мен төбелерінің сандарының қосындысы қырларынан 2-ге артық деп тұжырымдаған. Яғни Эйлер теоремасы бойынша жақтары мен төбелерінің сандарының қосындысы тең қырларын 2-ге арттырғанға. Сонымен қатар дұрыс көпжақтарының қасиеттері туралы ең алғашқы рет грек ғалымы Платон тапқан. Сондықтан дұрыс көпжақтар Платон денелері деп аталады. Платон тіршілік негізі су, ауа, жер, оттан тұрады және осы заттардың атомдарының формасы дұрыс көпжақтарға ұқсайды деген. Философиялық тұжырымдамасы бойынша Платон тетраэдрді отқа, яғни оның төбесі жанып жатқан отты бейнелейді деген. Кубты жерге, додекаэдрді күнге, октаэдрді ауаға, икосаэдрді суға ұқсатқан. Енді бүгінгі тақырып бойынша берілген тапсырманы орындайық. Дұрыс көпжақтардың кестесі берілген. Дұрыс көпжақтардың грекше атауы, қазақша атауы, қырларының, жақтарының, төбелерінің саны берілген. Тапсырма бойынша берілгендер бойынша қалған белгісіздерді табыңдар дейді. Яғни қырларының, жақтарының, төбелерінің сандарының арасында бізге белгісіз мәндер бар екен. Эйлер теоремасын қолданып, осы белгісіздерді табуымыз керек. Айталық тетраэдрді алайық. Тетраэдрдің жақтары мен төбелерінің саны белгілі, бізге қырының санын табу керек. Эйлер теоремасын қолданып, жақтары мен төбелерінің қосындысынан 2 санын азайтамыз. Яғни тетраэдрдің қыры 6-ға тең болды. Келесі кубты алайық. Кубты да Эйлер теоремасына саламыз. Яғни кубтың жақтарын саны белгісіз бізге. Жақтарын санын табу үшін қырының санына 2 санын қосып, одан төбелерінің санын азайтамыз. Яғни кубтың жақтарының саны 6-ға тең болды.
Басқа да көп жақтарды осындай есептеулер арқылы табамыз. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.